sağlık olama. İlk sabahta bağlar, san isim, dara, және күрделі сан isim деген тақырыптарды бүгіндері енді сол тақырыптар бойынша сендерге сұрақтар беремін. Сол сұрақтарға не қыласыңдар? Жауап бересіңдер. Енді балалар, бірінші сан isim дегеніміз не? Айта қойшы. Заттың санын ретін білдіретін сөздерді сан isim дейміз. Сан isimдерге қанша, нешінші деген сұрақтар қойылады. Өте жақсы, жарайсың балалар. Енді сан isimдер екіге бөлінетін еді балалар, дара және күрделі. Дара сан isim дегеніміз не? Сан isim дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сан isim бір сөзден құралады. Күрделі сан isim екіде одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан isimнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Жарайсың. Енді балалар, күрделі сан isim дегеніміз не? Айтып берші кәне. Балғанбек. Күрделі сан isim екіде одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан isimнің құрамындағы сөздер Бөлек-бөлек жазылады. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді тақтаға қарайық балалар. Мені көріп қоштасып, суретін көріп тұрсыңдар ма? Сол суретте не бар екен? Хат бар екен, сол хатты алып танысайық. Хаттың ішінде балалар тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды орындайсыңдар, бола ма? Енді тапсырма бар, сол тапсырманы алып, ойластар, тақтаға қарап айтасыңдар. Айта қойшы. 75. Күрделі сан isim. Дұрыс па балалар? Енді ящикке сала қой, күрделі сан isim. Haydi alın şuna koyuşu. Sen koldan tutuyorsun, bırak sonra. Haydi koyuşu. Qanday söz? Nechik? 69. Qanday san isim? Күрделі ма? Дара ма? Дұрыс па балалар? Күрделі сан isim. Қоштасырықсың. Ішінен конвертті аламыз. 69. Айта қойшы. Күрделі сан isim. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Сала қойшы. Күрделі сан isimнің ящигіне сала қойыңдар. Тұрламыз жаңақтамыз. Қандай сөз? Қырық екен, қандай сан isim? Дара сан isim. Дара сан isimнің ящигіне сала қойыңдар. Бері шығамын. Бері. Айтшы бар. Қандай сан isim? Дұрыс па балалар? Күрделі сан isimнің ящигіне сала қойыңдар. Жарайсың. Алайшы ящиктегі тапсырманы алып
Қандай санайсың? Қара ма балалар? Қара санайсыңның ішіне салып болды балалар. Енді өткен сабақты пысықтап өттіңдер ғой, балалар? Тақтаға қараймыз, жаңа тақырып өтеміз. Қара және күрделі сан есім. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямын және жауап беремін, қағазландыру жазамын. Сабақтың мақсаты. Оқулық бойынша оқулықпен жұмыс. Кітапқа қарайық, балалар. Енді 44-ші жаттығу. Бәріңіз кітапқа қарайсыңдар, мәтінді түсініп оқисыңдар. Кім оқиды? Отырып қойшы. Кітапқа мұқият қараңыздар. Есік қаласында табылған алтын адам бейнесі дүниежүзін таңғалдырды. Қорғаған қазақтың жас көсемшелерінен екен. Камуфляжінен бастап аяқ киіміне дейін жылқы, парыз, талтеке, арқа және түрлі құстар бейнелейтін 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімнің алдыңғы жағынан 4 алтын жиі салынған. Енді балалар жұптық жұмыс бар екен. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қоясыңдар. Бола ма? Жұптық жұмысты білесіңдер ғой, балалар? Бір адам сұрақ қояды, екінші адам не қылады? Жауап береді. Енді мәтінді түсіндіріп алдыңдар ғой, балалар? Енді бірінші топқа. Алтын адам қай қаладан табылған? Дұрыс. Енді? Алтын адам Есік қаласынан табылған. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Бағалап отырыңдар, өздеріңді. Екінші тапсырма. Оның өзінен неше әшекей қадалған? Айта қойшы. Алтын әшекей қадалған. Үшінші топтан енді. Қане, айта қойшы. Алтын адамның бас киіміне не салынған? Бас киімінің 4 аты сүйегі салынған. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы жауап беріп жатсыңдар. Енді мәтіннен сан есімдерді тап дейді. Олардың дара және күрделі екенін ажырату керек екен. Еласыңдар ойланып жауап беру керек екен балалар, иә? Мәтіннен. Түсініп алдыңдар балалар, иә? Енді 45-ші жаттығу бар екен, балалар. Топтық жұмыс бар екен. Қағазландыруды оқып, жазылмағанын дәлелдеді деген. Қағазландыру. Бірінші топтан кім айтады жауап береді? Айта қойшы. Айтшы. Дидар айта қойшы. Бірінші топ. Қағазландыруды кімге айтылғанын нақты айтылған. Енді қағазландыру не туралы жазылған? Айтшы. Аттағы сағаттың орнына сағатты нақты жазылмаған. Не туралы жазылған екен, Енді үшінші топ қағазландыруды кім жазған? Айта қойшы. Нақты белгісіз. Белгісіз жазылған екен. Енді түсініп алдыңдар ғой, балалар. Енді сергіту сәтін жасап берейік, әне. Жұмыс басталады. Бірінші топқа тапсырма беремін. Ойласып, отырып шешіңдер. Екінші
Шайтан айта қойшы екен. Саяхаттың уақытын, орнын, нақты жазылмаған уақыты Нақты жазылмаған. Нақты жазылмаған екен, Хабарландыруды жазған кім? Хабарландыруды жазған адам белгісіз. Өйткені хабарландыруды кім жазғаны айтылмаған. Өте жақсы балалар. Енді бірінші топқа балалар не қыламыз? 2 балл беремін, қоямын. Екінші топқа 2 балл, үшінші топқа 2 балл қоямыз балалар. Жаттығуға қанды балалар, жазылған екен, үлгі бойынша өзін хабарландырып жазып көр дейді. Бірінші балалар оқиықшы кәне. Бірінші оқышы кәне. Хабарландырып оқиды, үлгі бойынша. Тоқ қарап. Ертең 14 наурыз күні сағат 15:00-де мектептің акт залында кімнің мекені жасы ертегі белгісі бойынша қойылым болады. Кіретін мектеп әкімшілігі. Енді соны не қыласыңдар? Үлгі бойынша басқа хабарландырып қойып жазасыңдар дәптеріңіз сақтап қойыңдар, ма? Кім жасап? Нелерге шыға қойшы кәне. Кешінші жаттығу еді балалар, тақтаға жазамыз. Қырғақыншы жаттығу. Дәптерімізді ашамыз балалар. Оқушылар сақаларыңызды өздерің көтеріп отырыңдар. Бағалар. Қыз қалай балалар? 8-ші жаттығу. Топтық жұмыстар екен, сурет бойынша не қыласыңдар? Әңгіме құрайсыңдар, бола ма? Енді сендерге топ бойынша сурет беремін. Бірінші топ. Әңгімелерімді айтып қорғай қойыңдар. Нұрлыбек және Дидар. Нағы Димас бақтады. Жандос Серік Әйгүл орманға барып саңырауқұлақ теруге кешті. Олар терген саңырауқұлақтарын үйіне апарған соң үйіндегі ата-аналар көрген ата-аналары қуанды. Жарайсыңдар. Нұртас айта ғой, жалғастырып жібере ғой. Ерін, Жандос, Айгүл үшеуі саңырауқұлақ тереді. Олар саңырауқұлақтарды үйіне әкеледі. Одан кейін ата-аналары көргеннен кейін қуанады. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші топтан айта қойыңдар. Рабиға және Балжан екінші топтан қорғай қойыңдар. Тапсырманы. Осында ғана жаңбыр жауып болды. Балалар саяхатқа шықты. Олар саяхатта жүріп, саңырауқұлақтар теріп қайтты. Олар саңырауқұлақтың әр түрлісін теріп қайтты. Және олар анасына және әкесіне көрсетті. Ата-аналары қуанып қалды. Енді Балжан айта қойшы екен. Жаңбыр жауып басылды.
Ержан Аяру орманға келді. Орманға келді. Жаңбыр жауып басылған соң Саят самұрық құлақтар көп екен дейді. Аяру әрине көп болады, жаңбыр көп жауды ғой дейді. Сөйтіп олар самұрық құлақтарын көп жинап үйлеріне әкетеді. Олар самұрық құлақтарын ата-анасына көрсетіп, ата-аналары қуанып қалды. Өте жақсы. Үшінші топтан Нұрбек және Нұрасыл. Кәне, қорғай ойындарын әңгіме жасайды. Самат пен Ержан, Алмат пен Қайрат әйгері орманға саяхатқа шықты. Олар саңырауқұлақ терді. Сосын олар ата-аналарына келіп берді. Оның ата-аналары мәз болды. Нұрасыл айтады қойшы кәне. Ержан саңырауқұлақ терді. Мұншақта саңырауқұлақ туды. Болады балалар. Жарайсыңдар. Енді әр топқа 2 балдан береміз балалар. Қорғаушына әңгіме қорғаған үшін. Отыра ойындар. Әне балаларымыздың жүздері. Жиналасыңдар. Ойындар. Енді балалар егер тапсырманы алайық. 47-ші жаттау берген жұмбақты оқып шешуін табасындар өздері. Болды балалар. Енді кері байланыс. Бүгінгі бағалау балалар. Бүгінгі сабақты бағалап жіберейік. Кәне. Мери 5 балмен бағаланған. Нұртас 4 деген. Өте жақсы. Бекзат міне 10. Сабаққа өте жақсы қатысқан екен. Бұл жандікі де міне 10 бал. Өте жақсы. Болат Бектікі де міне өте жақсы 10 бал. Сабаққа жақсы қатысқан Дидар міне 10 бал екен балалар. Енді Дархан 7 бал. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ұнаса балалар жасыңға, ұнамаса не қыласыңдар? Сары түске, түсінбесеңдер не қыласыңдар? Түске апарасыңдар. Болды ма? Жақсы қатысып отырыңдар балалар. Қош сау болыңдар.